Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Өздеріңіз көріп тұрғандай, бүгін сіздермен бірге ерекше бір дәмді тағам түрімен бөліскім келіп отыр. Бұл тағамның ерекшелігі бұл қыш ыдыста пісіріледі. Қыш ыдысында кез келген тағам өте дәмді пісады. Бүгін сіздерге осы ыдыста овощной рагу пісіріп көрсетемін. Ең алдымен етімізді алып сақтап турап аламыз. Сиырдың етімен бұл тағам 1-1,5 сағатта пісады. Тауықтың етімен 40 минутта пісіресіздер. Етсіз таза көкөністердің өзінде бұқтыруға болады. Правильно питаниеда жүрген адамдарға өте тиімді тәсіл, қуыруды талап етпейді, денсаулыққа өте пайдалы. Өз фантазияларыңызға байланысты әртүрлі көкөністерді салуға болады. Мен жасыл бұршақ, асқабақ және картошканы пайдаландым. Байқаған шығарсыздар, менің көкөністерім замороженный. Свежий көкөністерден ешбір айырмашылығы жоқ. Керісінше қыстың күні өте ыңғайлы екен, бәрін осылай қатырып алған. Керек кезде базардан іздеп жүрмейсің, морозилкаңнан алып, дайын тамаққа пайдалана бересің. Осылайша көкөністерімізді ішіне салып, сарымсағымызды тураймыз. Және де бір бас чеснокты 2-ге бөліп салдым. Тұзын, бұрышын саламыз. Дәмдеуіштер өз қалауларыңызбен. Үстіне 1 қасық күнбағыс майынан құямыз, және де су құямыз. Бұл кувшинда сорпа, бульондар, куриный бульон әсіресе өте дәмді шығады. Айтпақшы, мен бұл тамақтың дәмін келтіру үшін 1 ас қасық майонез салдым. Бұл жерге сметана салуға болады, майонезді заменять етіп, не болмаса әртүрлі соустар құюға болады. Дәмдеуіштерін салып болғаннан кейін картошкамен бетін толтырамыз. Кейіннен 100 граммдай су құямыз. Одан кейін күнбағыс майын құямыз. Кувшиннің бетін жауып, 200 градуста 1-1,5 сағатқа духовкаға қоямыз. Бәрін салып болдық. Бетін жауып, енді духовкаға апарамыз. Басында айтып кеткендей, тауықтың етімен пісірсаңыздар 40-45 минуттың ішінде пісады, ал сиырдың етімен 1-1,5 сағаттың ішінде пісады. Мінекей біздің бүгінгі кешкі асымыз дайын. Бүгінгі менің рецептім сіздерге ұнаса, міндетті түрде подписка жасап, қоңырау басуды ұмытпаңыздар. Сіздерден кері байланыс күтемін. Сіздермен бірге болған мен Айжан, назарларыңызға рахмет. Астарыңыз дәмді болсын.